назар аударамыз. Сәндік қолданбалы өнер дегеніміз, ол сән өнерінің бір саласы десек болады. Тұрмыстық қажеттіліктер, жиһаздар, болмаса түрлі әшекей бұйымдарды жасау, әшекей бұйымдарды осы сәндік қолданбалы өнердің туындысына жатқызады екенбіз. Бұл өнерді біз әртүрлі материалдардан жасалсақ болады. Мысалы, металл, керамика, ағаш, қыш, асыл тастар, сүйек, былғары және де тағы басқа әртүрлі заттарды қолдану арқылы түрлі бұйымдар жасасақ болады. Міне тақтада көріп тұрғандарыңдай, мынау сазбалшықтан жасалған бұйым. Ал мұнда ағаштан жасалған, мынау білесіңдер ғой, сорпа құятын ожауы, кесесі, бұл ағаштан жасалған екен. Ал мұнда теріден жасалған бұйым көрсетілген және кигізден жасалған бұйым. Қазақ халқының сәндік қолданбалы өнері, ұлттық киімдер, қазірге сәнде болып жүрген білесіңдер ғой, тақия, қамзол, корсет деген заттар қазіргі таңда сәнде, ол қазір Қазақстанның ата бабамыздан келе жатқан ою өрнектермен әшекейленіп көмкерілген. Енді санның кубы мен квадраты дегенімізде соны қайтадан еске түсіріп алайық. Ол 1-2 көбейткішінің көбейтіндісі. Яғни, 2 бірдей санды 2 рет өз-өзіне көбейту. Оны қысқаша біз 5 көбейту 5 демей, 5-тің квадраты деп айтсақ болады. 5-ті 5-ке көбейтсе қанша болады? 5. Сол сияқты 6-ны 6-ға көбейтсек, 6-ның квадраты 36. Сол сияқты. Мұнда куб берілген. Санды өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. Оны біз санның кубы деп атайды екенбіз. Мысалы, 3 сан, 3-ті 3-ке көбейтеміз. Одан шыққан санға 3-ті көбейтеміз. Жарайсыңдар. 5-ті өз-өзіне 3 рет көбейткенбіз. Оны 5-тің кубы деп атаймыз. Енді кітапқа назар аударайық. Кітапта екінші есеп берілген. Көбейтіндінің сандардың квадратына ауыстыр, өрнектердің мәнін тап дейді. 4 квадрат. Әр топтан бір оқушыдан шықсын тақтаға. Әбілқайыр, Адия, Айбар. Номер екінші есепте жазып қойыңдаршы. Айя, төбеге жазып. Жазсын. Жазамыз дәптерге. Енді жауабын жазыңдар. Көбейт. 8. 9-ға 9-ды көбейтсек квадрат қанша болады? 80. Соны жазамыз. 36. Айда, 36. Баған түрінде есептеп. 9-да 3-ке. Бұнда квадратын сұраған ғой. Қазір екінші есепті аяқтайық. Екінші есептің әсіне қараңдар. Сандардың квадраты бірдей, көбейткіштердің көбейтіндісіне ауыстыр. Өрнектердің мәнін тап дейді. Ең алдымен 8-дің
квадратын анықтап аламыз, иә? Сосын олдан шыққан санға 200-ді қосамыз. Тастақты далы болсын. 4 қой. 2-ге 2-ні көбейтсек 4 болады. Айбай. Маман не? Жоқ, маман келіп тұр деймін. Келесі ай есебіне Алинур. Оймен düşürüyoruz. Апай сен астына жатамыз. Apay bekle. Apay. Сезім, бұнда. Apay. Жоқ, отыра тұршы. Алинур болсын жасында біз, иә? Apay bir sıra çıkıyor. Қазір, отыр. Apay çekme. Жазып жатырмыз ба? Apay bir sıra. Қазір. Apay. Şıkar. Қазір болсын. Apay bir sıra çıkıyor. Ана үшінші тақтаға жазып. Есептен орын ауыстырып аламыз. Сезім. Әлі есеп көп балалар. Есеп көп шығамыз, ә? Apay bir üçüncü şıkayıcı. Мен мұнда қоям. Apay bir bağa şıkayıcı bu sıra. Сен мәлі. Apay iki yıl mı? Apay. Әбілхайыр. Bu sıra. Мәлі 290 азайшы. O hiçbirine yazarsak sonunda Kendine yazarsak Қазір болсын. Тақтадан бәрін жазамыз дәптерге. Abone üçüncü yüzyıl var. Ne görkem razı var. Мәлі 3. Hem de bakayım. Ne üçüncü taksını? Aslında жазылды. Üçüncü taksını. Иә. Мына есептің жалғасы. Ne yedinci? Çok adı. Иә. Dürüst babalar tексерейік. Тоғызын кубы. Есептеп көрсеңіз бағаны. Kısmı sayış. Dürüst var. 81, 34 Kaç sıra?
tasday sal. Tasday sal. Abul Hayat tasday sal kerak emas. Apay birinchi yesik o'smay qoldi. Normal. Bari ikkinchisi. Dört, 8'den kvadrat. 64. 790'dan 64 daha azayır. Kömekleştirinler bağlar. Bağın türünce yüksek kesin bu aslında. 16. Bağın türünde esipçi. Bir hayır aslında bağın türünce. Ama 116 yeniz. 196. 190. Azayı. Bundan Türk gazetesi sanırım. 996. 806 yazarsanız. Yıkı. Sonra 726 şart. 726. Sen yapacaksın. Zaten üçlük isteriz. Apaydan üşürmeyiz. Apay üşürme. Nasıl asılacağız? Yok apay. Apay. Apay benim yakın yeşil. Benim bırakçısın. Tanrı'yım. Apay. Ayşe anne yazı kaçı? Birdin kupon жазасың. Apay. Всегда дальше. Тақтадан бәрін жаз. Санжар отыр. Санжар отыр деді. Отыр. Санжар отыр. Апай мен екі есеп қосады ғой. Қате шағын. Апай соға да бар. Есеп. Отыр. Санжар есебін алып жатыр. Пеш кітапта түсіндіріп беріп бар. Айсұлтан сен çıktın ба? Апай уже апайға берсеңізші қой. Айсұлтан фамилияң қандай еді? Әке, Фамилияң қандай еді? мен жазып біттім. Қалай? Я. Санжар отыр, пожалуйста. Санжар отыр, Болса, балалар, мен мынандай тапсырма беремін.